Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен сіздерге мемлекеттік салықтан қарызыңыз бар жоғының қайдан білу және анықтамасын қайдан алудың жолын көрсетемін. Яғни біз Яндекс браузерді ашып аламыз. Яндекс браузерге кабинет налогоплательщика деп жазамыз. Жазғаннан кейін мына жерде қараңыздар, өздерінің арнайы сайты ашылады. Осы сайтқа кіру үшін мына панельмен басамыз. Басқаннан кейін бізді арнайы сайтына лақтырады. Міне қараңыздар. Бұл сайтқа кіру үшін біз өзіміздің жеке кабинетіне кіру үшін алдымен біз войти дегенді басамыз. Войтиді басқаннан кейін мына жерде қараңыздар. Выберите файл деп тұр. Файлды таңдаймыз. Файл болғанда ол файл біздің ETSP ключіміз. Біз ETSP ключімізді кіреміз. Міне outfile дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерде әр адамның өзінің құпия сөзі болады ключ ашқан кезде. Ключпен кіреміз. Кіргеннен кейін бізге налогтың несіне сайтына лақтырады. Қазір ашайын. Міне налогтың сайтына кірдік. Енді бұл жерде біздің өзіміздің мемлекеттен налогтан қарызымыздың бар жоғын білу үшін алдымен біз мына жерде қараңыздар. Мына жерге налоговое заявление деген бар. Көрдіңіздер ме? Осыны басасыздар. Осыны басқаннан кейін мына жерде қараңыздар. Міне налоговая задолженность деген бар. Көрдіңіз бе? Соны астындағы басасыздар. Ұзыннан жазылған көрдіңіздер ме? Запрос деген көрдіңіздер ме? Осыны басасыздар. Осыны басқаннан кейін сіздерге арнайы мынандай кішкентай не ашады, жаңағы окошко. Мына жерде өздеріңіздің, мысалы қараңыз, код орган государственных доходов деген жерге өздеріңіздің мысалы әр облыстың, әр қаланың, әр ауданның өзінің коды болады. Мысалы мен Қазығұрт ауданын теретін болсам, Қазығұрт ауданының коды 5808 болады. Міне. Мен егер Шымкент қаласын теретін болса, мына жерде мен уже қаланы іздеуім керек. Мына жерде қараңыздар, Шымкент қаласын іздеуім керек. Мен Шымкент. Міне. Мына Шымкент қаласы. Мен бұл жерге Қазығұрт қаласы ауданын тереймін. Қазығұрт ауданын тергеннен кейін коды міне 5808 Қазығұрт ауданының коды. Осын басасыздар да отправить басасыздар. Отправить басқаннан кейін қайтадан сіздер налоговое заявление басасыздар. Оны басқаннан кейін ең астына түсесіздер. Астына түскеннен кейін мына жерде қараңыздар. Найти деген бар. Найтиді бассаңыздар, сіздерден астынан көрдіңіздер ме? Жаңағы неңіз шығады. Қарыз жоқ деген нәрсеңізді анықтамасы шығады. Міне 13-12-2022. Міне мына жерде информация деген басасыздар. Информация басқаннан кейін сіздерді PDF форматта скачать етіп ал деп лақтырады өздерінің жаңағы загрузкасына. Оны PDF формат бассаңыздар, сіздерде мына жерде налогта, мемлекеттік налогта қарыз бар жоғыңызды білуіңізге болады. Мына жерде бәрі жазылып тұр. Қанша қарызсыз, қанша бар, бәрі жазылып тұрады. Егер мен берген мәлімет сіздерге ұнаса, лайк басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ол біз үшін үлкен бір көмек болады.